Күздің қара суығы ерте түскен жыл еді. Таң бозар батқанмен, күннің шуағы жерге жетпейтін. Ескі ғимараттың темір терезелеріне жаңбыр тамшылары тырс-тырс тиіп тұрды. Сол ғимаратта ондаған жетім бала өмір сүретін. Бірақ олардың ішінде тағы бірі өзгелерден де ауыр екі кішкентай жан бар еді. 5 жасар Айбар мен 3 жасар Аяулым. Олар бір-бірінен ешқашан ажырамаған. Анасы өмірден өткеннен кейін де, әкелері із-түссіз жоғалғаннан кейін де бір-біріне ғана сүйеніп күн кешті. Ағасы әрқашан қарындасының қолынан ұстап жүретін. «Қорқпа, мен сені ешкімге бермеймін», деп сыбырлайтын. Ал кішкентай қыз ағасының мойнына жабысып, «Мен сені жақсы көрем», деп күлімсірейтін. Жетімдер үйінің есігі алғаш ашылған күн олардың өміріндегі ең суық күн болды. Қолдарында кішкентай дорба ғана бар. Ішінде анасының ескі орамалы мен кішкентай ойыншық қоян. Қызметкер әйел оларды қарсы алып, «Енді сендердің үйлерің осы», деді. «Үй ме?» Бұл жерде анасының иісі жоқ еді. Бұл жерде кешке ертегі айтып ұйықтататын ешкім жоқ еді. Бұл жерде жылы құшақ жоқ еді. Тек ұзын дәліз, кеңір төсектер, бөгде адамдар, жылаған балалардың дауысы. Сол түні Айбар көз ілмеді. Қарындасы қорыққан сайын жанына тығыла берді. «Аға, үйге қайтамыз ба?» Айбар үнсіз қалды. Өйткені өзі де білмейтін. Жетімдер үйіндегі өмір күн сайын бір сарынды болатын. Таңғы 6-да қоңырау, төсекті жина, жуын, асханаға бар, сапқа тұр, сабақ, қайтадан асхана, кешкі тыныштық. Бірақ бұл тәртіптің ішінде балалардың көз жасын ешкім көрмейтін. Таңғы асқа көбіне сұйық ботқа мен бір тілім нан берілетін. Балалардың көбі аш болатын. Кейде үлкендері кішілердің нанын тартып алатын. Айбар қарындасының нанын ешкімге бермейтін. Өзі аш қалса да, Аяулымның алдындағы тәрелкені қорғап отыратын. Бір күні 10 жасар бұзық бала келіп, «Бер нанды», деді. Айбар басын шайқады. «Бұл қарындасындікі. Саған айттым ғой». Бала итеріп жіберді. Айбар құлап қалды. Бірақ орнынан тұрып қайта қарсы тұрды. «Бермеймін». Сол күні ол алғаш рет соққы жеді. Бетінің көгергеніне қарамастан, қолындағы нанды түсірмеді. Кешке қарай қарындасы оның жарасын сипап отырып, «Аға, ауырттыр ма?» «Жоқ», өтірік айтты. Өйткені ағалар жыламайды деп ойлайтын. Балалар үшін ең ауыр күндер демалыс күндер болатын. Демалыс күндері жетімдер үйі ерекше мұңға бататын. Кейбір балалардың туыстар келетін. Біреуіне әжесі тәтті әкеліп құшағына қысып ететін. Біреуіне нағашысы келіп, бірнеше сағатқа қыдыртып апаратын. Ал кейбір балаларды асырап алғысы келген отбасылар танысуға келетін. Сондай күндері Айбар мен Аяулым керезе алдында үнсіз тұратын. Әр кірген адамға үмітпен қарайтын. Бәлкім, бізді іздеп келген шығар. Бірақ күн батқанша ешкім олардың атын атамайтын. Кешке қарай олар тағы да өз бөлмелеріне үнсіз оралатын. Ешкім келмейтін. Әр сенбі сайын, әр жексенбі сайын. Бір үміт, бір күту, бір көңілсіз кеш. Қыс келгенде ғимараттың іші де мұздай болатын. Түнде жұқа көрпемен бүркеніп жатқан балалардың тістері сақылдайтын. Айбар көрпесін қарындасына жауып қоятын. Өзі бүрсіп жата беретін. Таңертең ерні көгеріп оянатын. Бірақ ешкімге айтпайтын. Кейбір тәрбиешілер мейірімдеді, ал кейбіреулер балаларды атымен де атамайтын. «Әй, сен! Тезірек! Үндеме!» Осындай сөздерді күнде естейтін. Балалардың жүрегі біртіндеп тасқа айнала бастайтын. Бірақ Аяулым ғана әр кеш сайын анасын сағынатын. «Аға...» «Е?» «Анамыз бізді тауып ала ма?» Айбар үнсіз қалатын. Жауабын білмейтін. Бірақ бәрібір табады. «Қашан?» «Жақында». Ол өтірік айтқанын өзі де білетін. Бірақ қарындасының үмітін өлтіргісі келмейтін. Бір күні жетімдер үйіне шетелден қонақтар келді. Әдемі киінген ерлі-зайыптылар. Олар балалармен ойнап, суретке түсіп жүрді. Балалар бірден түсінді. Бүгін біреуді асырап алуға келген. Сол күні бүкіл жетімдер үйін үнсіздік басты. Өйткені бәрінің арманы бір отбасыға бару. Бірақ ешкім өз достарынан айырылғысы келмейтін. Айбар қарындасының қолын бұрынғыдан да қатты қысып ұстап алды. «Бізді ешкім ажыратпайды, е?»
Аяулым күлімдеп басын изеді. Иә. Екеуі тағдырдың оларға қандай сынақ дайындап тұрғанын әлі білмейтін. Жетімдер үйінде қыс бұрынғыдан да ұзақ көрінді. Керезенің ар жағында ақ қар жауып жатса, ғимараттың ішінде балалардың үнсіз күрсінген дауысы ғана естілетін. Айбар үшін бұл өмірдің жалғыз мәні қарындас еді. Таңертең оянса да, асханаға барса да, сабаққа отырса да, ойын алаңына шықса да, аяулымның қолын жібермейтін. Тәрбиешілердің өзі, мыналар егіз сияқты ғой, бірінсіз бірі жүрмейді деп күліп қоятын. Ал Айбардың жүрегінде бір ғана қорқыныш бар еді. Бір күні бізді бөліп жіберсеше. Бұл ойын ешкімге айтпайтын, тіпті қарындасына да. Көктемнің алғашқы күндерінің бірі еді. Жетімдер үйінің алдына қымбат қара көлік келіп тоқтады. Балалар терезеге жүгірді. Тағы да біреуді асырап алуға келді. Бұл сөзді естіген сайын әр баланың жүрегі дүрсілдеп кететін. Бір жағынан қуанады, бір жағынан қорқады. Өйткені біреу жаңа отбасы табады, бірақ достарынан мәңгілікке айырылып кетеді. Сол күні келгендер шетелдік ерлі зайыптылар еді. Жылы жүзді, қолдарында ойыншықтар, шоколад, түрлі түсті кітаптар. Олар балалармен сөйлесіп, бірге сурет салып, ойын ойнай бастады. Аяулым алғашында Айбардың артына тығылып тұрды. Бірақ әйел қалтасынан кішкентай ақ қоянды шығарғанда, қыздың көзі жайнап кетті. Өйткені оның анасынан қалған ескі ойыншығы да қоян болатын. Әйел қоянды қыздың қолына ұстатты. Аяулым күлімсіреді. Сол сәтті шетелдік әйел ұзақ қарап тұрды. Көзінен жас шыққандай болды. Ол күйеуіне бірдеңе деді. Екеуі де қайта-қайта аяулымға қарай берді. Кешке директордың бөлмесіне бірнеше тәрбиеші жиналды. Есіктің сыртында тұрған Айбар олардың әңгімесін байқамай тыңдап қалды. Құжаттары дайын екен. Қызды алып кеткісі келеді. Ал ағасы ше? Ағасын алмайды. Айбардың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қызды алып кеткісі келеді. Ағасын алмайды. Құлағына басқа ештеңе естілмеді. Ол жүгіріп бөлмесіне кірді. Аяулым қуанып, жаңа қоянмен ойнап отыр екен. Аға, қарашы. Бірақ Айбар күле алмады. Ол қарындасын құшақтай алды да, үнсіз жылай бастады. Түнді ұйықтай алмады. Төбеге қарап жатты. Жоқ, бұлай болмайды. Бізді ажырата алмайды. Таң ата директордың алдына өзі барды. Апай, не болды балам? Егер қарындасынды алып кетсе, мен де бірге алсыншы. Директор үнсіз қалды. Олар екі баланы емес, бір баланы ғана асырап алуға өтініш берген. Біз бірге туғанбыз. Білемін, онда неге бөледі? Директордың көзіне жас келді, бірақ жауап бере алмады. Келесі бірнеше күн өте ауыр өтті. Айбар қарындасын бір сәтке де жалғыз қалдырмайтын болды. Онымен бірге тамақ ішеді, бірге ойнайды. Ұйықтағанда қолынан ұстап жатады. Аяулым ештеңені түсінбейді. Тек ағасының бұрынғыдан да мұңайып кеткенін сезетін. Аға, иә, сен ауырып жүрсің бе? Жоқ. Онда неге жылайсың? Айбар басын бұрып әкетті. Өйткені көзіне жас толып кеткен еді. Бір аптадан кейін шешуші күн келді. Дәлізде үлкен чемодан тұр. Тәрбиешілер үнсіз, балалар да үнсіз. Бәрі не болатынын түсініп тұр. Шетелдік ерлі зайыптылар құжаттарға қол қойып болды. Директор аяулымды шақырды. Қыз ештеңеден хабарсыз қояным құшақтап келді. Қызым, енді сен жаңа отбасымен бірге барасың. Ал ағам ше? Ешкім жауап бермеді. Ағам да келе ме? Тағы да үнсіздік. Қыздың жүзі өзгере бастады. Мен ағамсыз бармаймын. Ол жүгіріп барып Айбарды құшақтап алды. Мен кетпеймін, ағаммен бірге кетемін. Оның жан дауысы бүкіл дәлізді жаңбыртты. Тәрбиешілердің өзі көз жасын тия алмады. Айбар қарындасын құшақтап, жылама, бәрі жақсы болады деді. Бірақ өзі де бұл сөзге сенбейтін. Өйткені дәл сол сәтте тағдыр екеуінің өмірін екіге бөліп жатқанын ол жүрегімен сезіп тұрды. Жетімдер үйінің дәлізі бұрын соңды мұндай ауыр үнсіздікті көрмеген еді. Балалардың күлкісі де жоқ, ойын да жоқ. Тіпті ең шулы балалардың өзі бұрышта үнсіз тұрды. Бәрі бір ғана көріністі бақылап тұрды. Ағасы мен қарындасы бір-бірінен айырылғалы тұр. Мен бармайын. Аяулым Айбардың мойнынан құшақтап алған күйі жылап жатты. Мені жібермеңдер. Шетелдік әйелде көз жасын сүртіп тұрды. Ол қызды күштеп алып кеткісі келмеді, бірақ құжаттар рәсімделіп қойған еді. Аудармашы әйел тізерлей отырып,
Қызым, бұл кісілер саған жақсы өмір сыйлайды. Олар сені қатты жақсы көреді. Аяулым басын шайқады. Маған ешкім керек емес. Мағам керек. Осы сөзді естігенде директордың да жүрегі шімете қалды. Айбар қарындасының шашынан сипады. Жылағысы келіп тұр, бірақ өзін ұстап тұр. Тыңдашы аяу. Жоқ. Маған қара. Қыз көз жасына тұншығып ағасына қарады. Сен батыр қызсың ғой. Жоқ. Батырсың. Мен қорқамын. Мен де қорқамын. Бұл сөзді Айбар алғаш рет мойындады. Бірақ сен баруың керек. Сенсіз бармайым. Бір күні мен сені міндетті түрде іздеп табамын. Шын айтасың ба? Айбар жұтынып қалды. Ант етемін. Ешқашан ұмытпайсың ба? Өлсем де ұмытпаймын. Айбар қалтасынан кішкентай көк жіпті алып шықты. Бұл анасы көзі тірісінде оның білегіне тағып берген жіп еді. Кейін өзі шешіп алып, қалтасында сақтап жүрген. Қолынды бер. Аяулым кішкентай қолын созды. Айбар көк жіпті оның білегіне байлады. Бұл үзілмесін. Неге? Себебі қай жерде жүрсен де, мен сені тауып аламын. Осы жіп арқылы ма? Жоқ. Онда қалай? Жүрегім арқылы. Аяулым тағы да жылап жіберді. Шетелдік ер адам үнсіз ғана қарап тұрды. Ол да әке болатын. Балалардың айырылысуы оның да жанына батты. Ол директорға. Ағасында бірге алуға болмай ма? Деп сұратты. Директор ауыр күрсінді. Өкінішке қарай. Заң бойынша қазір мүмкін емес. Бұл сөз Айбардың үмітінің соңғы шоғында өшірді. Сыртта көлік дайын тұрды. Тәрбиеші қыздың кішкентай сөмкесін көтеріп шықтықты. Аяулым орнынан қозғалмады. Ол Айбардың киімінен тас қылып ұстап алған. Екі тәрбиеші әрең ажыратты. Аға! Оның жан дауысы жетімдер үйінің қабырғасын жаңғыртып жіберді. Аға! Айбар жүгіріп артынан бармақ болды, бірақ тәрбиеші иығынан ұстап қалды. Жоқ! Қоя беріңіз! Қарымдасым! Ол алғаш рет айқайлап жылады. Өмірінде дәл бұлай жыламаған еді. Көліктің есігі жабылды. Аяулым терезені тоқылдатып. Аға! Мені тастама! Айбар көліктің соңынан жүгірді. Жаламаяқ. Аяғында тәпішкесі де жоқ. Көлік қақпадан шығып кеткенше тоқтамады. Аяу! Аяулым! Көлік алыстай берді. Алыстай берді. Ақыры көзден ғайып болды. Айбар жолдың ортасында жалғыз қалды. Тізерлеп отыра кетті. Қолында қарындасының кішкентай ойыншық қояны қалып қойған екен. Кетерде байқамай түсіріп алған. Ол қоянды құшағына қысып еңіреп жылады. Сол күні оның балалығы да бірге кеткендей болды. Сол кештен бастап Айбар мүлде өзгерді. Ешкіммен сөйлеспейтін, ойынға шықпайтын, күлмейтін, күн сайын қақпаға барып отыратын. Бәлкім бүгін қайтып келер. Бір апта өтті, бір ай өтті, бір жыл өтті. Бірақ ешқандай көлік келмеді, ешқандай хат келмеді, ешқандай хабар болмады. Тек аяулымның аға деген соңғы айқайы ғана оның құлағында қайта-қайта жаңғырып тұратын. Сол күні Айбар жүрегінде бір ғана серт берді. Қандай қиын болса да, қанша жыл өтсе де, мен қарындасымды іздеп табамын. Бұл өмірде одан бас тартпаймын. Бірақ ол алдағы 25 жыл бойы бұл серттің өзін қаншалықты ауыр сынақ күтіп тұрғанын әлі білмейтін. Айбар 10 жасқа толған күні ешқандай мереке болған жоқ. Тәрбиеші асханадан бір тілін торт әкеліп, туған күнің құтты болсын деді де, асығыс шығып кетті. Үстел үстінде кішкентай ғана шам жанып тұрды. Басқа балалар нәз болып ән айтып жатты. Ал Айбар көзін жұмып тілек тіледі. Кек қарындасым аман болсын. Шамды үрлеп сөндіргенде, жүрегіндегі үміттің кішкентай шоғы әлі өшпеген еді. Арада жылдар өте берді. Айбар жетімдер үйінің үлкен балаларының қатарына қосылды. Енді кішкентайларға қамқор болатын. Біреудің аяқ киімі жыртылса тігіп беретін, біреу ауырып қалса дәрігер шақырып жүгіретін. Өйткені ол бір нәрсені жақсы түсінді. Жалғыздықтың қандай екен. Кейде жаңа келген балалар түнде жастыққа бетін басып жылайтын. Сонда Айбар қастарына үнсіз барып отыратын. Аға, анам келе ме? Бұл сұрақты ол ондаған рет естіді. Әр жолы жауабы әртүрлі болғанмен, мағынасы бір еді. Үмітіңді үзбе.
Өйткені бір кезде дәл осы сөзді өзіне де айтқан болатын. Ал мыңдаған шақырым алыста, бөтен елде, аяулымның өмірі мүлде басқа арнаға түсті. Оған жаңа есім берілді, жаңа құжат жасалды, жаңа мектепке барды, жаңа тіл үйренді. Алғашқы айларда ешкімнің сөзін түсінбейтін, түнде көрпесінің астына тығылып алып, үнсіз жылайтын, жастығы күнде суланатын. Жаңа анасы оның көз жасын байқап, «Не болды жаным?» деп сұрайтын, бірақ аяулым жауап бере алмайтын. Өйткені олар бір-бірінің тілін түсінбейтін. Қыз кішкентай ғана алақанмен көкірегін көрсетіп, «Аға, аға» деп қайталай беретін. Шетелдік әйел бұл сөздің мағынасын кейін білді. Сол күннен бастап, ол қазақ тіліндегі алғашқы үйренген сөзі аға болды. Жаңа ата-анасы қызды шын жүректен жақсы көрді. Олар оған ең жақсы киім алып берді, әдемі бөлме дайындады. Қалаған ойыншығын әпермеген күн болған жоқ. Бірақ бір нәрсені сатып алу мүмкін емес еді. Ол туған бауырдың орны. Жылдар өте келе аяулым жаңа тілде еркін сөйлейтін болды. Достар тапты, музыка мектебіне барды, сурет салуды жақсы көрді. Мұғалімдері оны дарынды оқушы деп мақтайтын, бірақ әр суретінде бір көрініс қайталанатын. Қол ұстасқан екі бала. Бірі алыстап бара жатыр, бірі соңынан жүгіріп келеді. Мұғалімдері: «Бұл кімдер?» деп сұрайтын. Аяулым иығын ғана көтеретін, өзі де нақты білмейтін, тек жүрегі бұл көріністі ұмытпаған. 15 жасқа келгенде асырап алған ата-анасы оған шындықты айтуға бел буды. Кешкі ас үстінде анасы қалың көк папканы алып келді. «Біз саған маңызды нәрсе көрсетуіміз керек». Аяулым таңырқай қарады. Папканың ішінде ескі суреттер, құжаттар, аударылған анықтамалар жатты. Ем үстінде қазақша жазылған бір парақ көзге түсті. Қыз ештеңе түсінбеді. Анасы баяу ғана айтты: «Сен осы елде туған жоқсың. Сен Қазақстаннансың». Аяулымның қолы дірілдеп кетті. «Ал менің отбасым ше?» Үстел басын үнсіздік басты. Әкесі ауыр күрсінді. «Біз сені 3 жасында асырап алдық. Сенің туған ағаң болған». Бірақ сол бірақ сөзі қыздың жүрегін шым еткізді. «Біз оны алып кете алмадық». Аяулым ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сосын баяу ғана сұрады: «Ол тірі ме?» «Біз білмейміз». «Оның аты кім?» «Айбар». Бұл есім қыздың санасында бұрыннан барда естілді. Кенет көз алдына көмескі көріністер келе бастады. Суық бөлме, кемір төсек, өзін құшақтап отырған кішкентай бала. «Қорықпа, мен сені ешкімге бермеймін». Аяулым орнынан атып тұрды. «Мен оны тапқым келеді». Анасы қызының қолынан ұстады. «Біз де талай жыл іздеп көрдік, бірақ елгезде ақпарат табу өте қиын болды. Құжаттардың көбі жабық еді». Қыздың жанары папканың ішіндегі сарғайған қағаздарға түсті. Сол сәтте ол бір шешім қабылдады. Өзінің өткен өмірін іздемей, алға қарай өмір сүре алмайтынын түсінді. Ал дәл сол уақытта Қазақстанда Айбар да дәл сондай шешімге келіп жатқан еді. Ол балалар үйінен шыққаннан бері жинап жүрген аз ғана ақшасын үстелге қойып, «Енді іздеуді бастаймын. Қандай қиын болса да қарындасымды табамын» деді. Екеуі бір-бірінен мыңдаған шақырым қашықта еді. Бірақ сол түні екеуі де бір адам туралы ойлап ұйықтады. Бірі өмір бойы жоғалған ағасын, бірі ешқашан ұмытпаған қарындасын. Екеуі әлі білмейтін, тағдыр олардың жолын баяу болса да қайта түйістіріп келе жатқан еді. Айбар 18 жасқа толған күні жетімдер үйінің директоры оны кабинетіне шақырды. Үстелдің үстінде жұқа ғана көк папка жатты. Ішінде бірнеше анықтама, туу туралы куәліктің көшірмесі және балалар үйінен шығатын жөніндегі құжаттар. «Балам, енді өз өміріңді өзің бастайсың», деді директор. Айбар үнсіз басын изеді. Бұл үйді ешқашан өз үйі санамағанмен, сырттағы өмірдің одан да қиын екенін сезетін. Директор орнынан тұрып, шкафтан кішкентай қорап алып шықты. «Мынау саған». Қораптың ішінде сарғайып кеткен фотосурет жатты. Суретте 5 жасар Айбар 3 жасар аяулымды құшағына қысып тұр. Екеуінің жүзіне күлкі үйірілген. Бұл олардың ажыратылардан бірнеше ай бұрын түсірілген жалғыз сурет еді.
Мұны осы уақытқа дейін сақтап келдім. Бір күні керек болар деп ойладым. Айбар суретті екі қолмен ұстап ұзақ қарады. Жүрегі тағы да сыздап кетті. Рахмет. Бұл сөзді айту оған оңай болған жоқ. Балалар үйінің қақпасынан шыққанда ешкім қарсы алған жоқ. Қолында ескі сөмке, қалтасында аз ғана ақша, баратын жер жоқ. Күтіп отырған адам жоқ. Ол аялдамадағы орындыққа отырып, жан-жағына қарады. Көшеде адамдар асығыс жүр. Біреулер жұмысына барады, біреулер отбасымен серуендеп жүр. Ал өзі сол сәтте мына үлкен қалада жалғыз қалғанын анық сезінді. Алғашқы айлар өте ауыр өтті. Құрылыс алаңында жүк тасты. Кешке қарай қоймада еден жуды. Кейде бір күнде екі жерде жұмыс істейтін. Жалдамалы бөлменің ақысын төлеу үшін ұйқыдан да, демалыстан да бас тартуға тура келді. Қыстың бір кешінде жұмыстан кеш қайтып келе жатқанда, көшенің шетінде кішкентай қыздың жылап тұрғанын көрді. Қыз анасынан адасып қалыпты. Айбар оны жұбатып, полиция қызметкерлеріне тапсырды. Бірнеше минуттан кейін анасы жүгіріп келіп, қызын құшақтай жөнелді. Қызым, жаным. Әйел қайта-қайта сүйіп жатыр. Айбар үнсіз ғана сырт айналды. Кеудесін белгісіз бір сағыныш қысты. Менің қарындасымды да біреу осылай құшақтай ма екен? Жылдар өте берді. Айбар адал еңбегінің арқасында шағын автосервисте тұрақты жұмысқа орналасты. Көлік жөндеуді тез меңгерді. Шеберлігі үшін әріптестері құрметтей бастады. Бірақ айлық алған сайын оның бірінші істейтіні бір болатын. Ақшасының біраз бөлігін бөлек конвертке салып қоятын. Конверттің сыртына жалғыз ғана сөз жазылған. Іздеу. Ол бұл ақшаға ешқашан қол тигізбейтін. Бір күні қарындасын іздеуге жұмсаймын деп шешкен. Сол уақытта аяулым да университетті аяқтап жатқан еді. Ол бірнеше тілде еркін сөйлейтін болды. Жақсы білім алды. Ата-анасы оны мақтан тұтатын. Бірақ жүрегіндегі бос орынды ештеме толтыра алмады. Бір күні үйдің шатырындағы ескі қораптарды ақтарып отырып, өзі бала кезінде ұстап жүрген ақ қоян ойыншығын тауып алды. Ойыншықтың жүні әбден тозған, бір құлағы жыртылған. Қолма алған сәтте жүрегі дүрсілдеп кетті. Көз алдына көмескі бейнелер қайта оралды. Бір бала, жылы құшақ, суық дәліз, көз жасы. Аға, бұл сөз еріксіз аузынан шығып кетті. Анасы есіктің алдында үнсіз тұр екен. Сен оны тағы түсімде көрдің бе? Жоқ. Бұл жолы өмінде көргендей болдың. Сол кеште аяулым ата-анасымен ұзақ сөйлесті. Мен Қазақстанға барғым келеді. Әкесі үнсіз отырып қалды. Бұл күннің бір келетінін ол бұрыннан сезген. Біз сені тоқтатпаймыз. Бірақ дайын болуың керек. Неге? Себебі іздеу ұзаққа созылуы мүмкін. Тіпті ешқандай нәтиже шықпауы да ғажап емес. Аяулым терең дем алды. Егер іздемесем, өмір бойы өкінемін. Қазақстанда дәл сол күндері Айбар бұрынғы директорға қайта барды. Қартайып қалған директор оны бірден таныды. Айбар, балам. Екеуі ұзақ амандасты. Мен қарындасым туралы бәрін білгім келеді. Директор сейфтен сарғайған тапқан алып шықты. Осы күнге дейін сақтап келдім. Айбардың қолы дірілдеп, құжаттарды аша бастады. Бірнеше қағаздың арасынан шетелдік асырап алу туралы анықтаманың көшірмесі шықты. Ең төменгі бұрышында көмескі мөр мен шетелдік ұйымның атауы көрініп тұрды. Көп әріп өшіп кеткен. Кек бір ғана сөз анық оқылды. Канада. Айбар алғаш рет қарындасының қай елге кеткенін білді. Бұл 25 жыл бойы күткен алғашқы нақты із еді. Ол құжатты жүрегіне қысып тұрып, аяулым, мен саған жақындай бастадым, деп сыбырлады. Ал дәл сол сәтте мұхиттың арғы бетінде аяулым Қазақстанға ұшатын ұшаққа билет сатып алып жатқан еді. Екеуі бір-біріне бұрынғыдан да жақын қалғанын әлі сезген жоқ. Айбар сол түні көзіле алмады. Үстен үстінде жатқан сарғайған құжатқа қайта-қайта үңіле берді. Жылдар бойы қолында ешқандай дерек болмаған. Енді міне, бір ғана сөз бүкіл өміріне үміт сыйлағандай. Канада. Бірақ бір елдің атауы қарындасын табуға жеткіліксіз еді. Ол ертеңіне-ақ бұрынғы балалар үйіне тағы барды. Бұл жолы архив бөлмесіне кіргізді. Шаң басқан сөрелер, ескі папкалар, сарғайған қағаздардың иісі. Архивші әйел ұзақ іздеп жүріп, қалың тіркеу журналын алып келді. Мынау сол жылдардың құжаты.
Айбар әр бетті асықпай қарай бастады. Жүздеген есім, жүздеген тағдыр. Кейбірінің жанында қызыл сиямен асырап алынды деп жазылған. Кейбірінің жанында ешқандай белгі жоқ. Кенет оның көзі қан сесімге түсті. Аяулым. Жүрегі тарсылдап қоя берді. Жазудың қалған бөлігі өше бастаған. Туған күні әрең көрінеді. Ал төменгі жағында асырап алу агенттігінің атауы көмескіленіп қалған. Өкінішке қарай жаңа аты жазылмаған. Архивші әйел басын шайқады. Ол кезде мұндай мәліметтердің бәрі бізде қалмайтын. Бізге тек баланың қай елге кеткені туралы ғана хабарлайтын. Айбардың жүзіне мұң ұялады. Бірақ бұл жолы ол еңсесін түсірмеді. Керісінше, бұрынғыдан да қайраттана түсті. Ол интернеттен халықаралық асырап алу ұйымдарын іздей бастады. Күндіз жұмыс, түнде компьютер алдында. Ағылшын тілін білмегендіктен сөздікті ашып отырып, әр сөйлемді әрең аударды. Бірнеше ұйымға хат жазды. Бірінен жауап келмеді. Бірі құжат жеткіліксіз екенін айтты. Тағы бірі жеке мәліметтерді бере алмайтынын түсіндірді. Әрбір бас тарту жауабы оның көңілін түсіргенімен үмітін өшіре алмады. Ал аяулым Қазақстанға алғаш рет аяқ басты. Ұшақ терезесінен төмендегі тауларды көргенде жүрегі ерекше толқыды. Мен осы жерде дүниеге келдім. Бұл ойдың өзі оған таңсық еді. Әуежайдан шыққан бетте қазақ тіліндегі жазуларды ұзақ қарап тұрды. Әріптердің көбі өзіне таныс емес, бірақ бір сөзді бірден таныды. Қош келдіңіз. Неге екенін өзі түсінбеді. Көзіне жас келді. Ол ең алдымен өзін асырап алу ісімен айналысқан қордың бұрынғы кеңсесін іздеп барды. Алайда ғимараттың орнында басқа мекеме орналасқан екен. Қабылдау бөліміндегі қызметкер: "Бұл ұйым көп жыл бұрын жабылып қалған" деді. Аяулым үнсіз сыртқа шықты. Бірнеше минут бойы баспалдақта отырып қалды. Сонша жыл күткен сапары алғашқы күннен-ақ тұйыққа тірелгендей көрінді. Сол сәтте жанына егде жастағы күзетші келді. "Қызым, біреуді іздеп жүрсің бе?" Аяулым оған бар жағдайды баяндап берді. Қария үнсіз тыңдап болды да: "Мен бұл ғимаратта 30 жыл жұмыс істедім. Мұнда бұрын шетелге балаларды асырап алу мәселесімен айналысатын адамдар келетін. Бір әйел есімде қалды. Ол барлық құжаттың көшірмесін жеке мұрағатында сақтайтын." Аяулым орнынан атып тұрды. "Ол кісі қайда?" "Зейнетке шыққан. Бірақ қайда тұратынын білмеймін. Тек аты жөні есімде." Қария есімді қағазға жазып берді. Бұл бірнеше жылдан бері табылған ең маңызды дерек еді. Сол уақытта Айбардың телефонына бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. "Сіз Айбарсыз ба?" "Иә. Мен халықаралық іздеу ұйымынан хабарласып тұрмын." Айбардың жүрегі дүрсілдеп кетті. "Сіздің өтінішіміз қаралып жатыр. Бірақ бізге қосымша дәлел керек болады. Егер сізде бала кезіңіздегі ортақ сурет немесе ерекше белгі болса, жіберіңіз." Айбар үнсіз қалды. Бір сәттен кейін үстел тартпасынан директор сыйлаған ескі суретті алып шықты. Суреттің артқы бетінде анасының қолмен жазылған бір ғана сөйлем бар екен: "Айбарым мен аяулымым бір жүректің екі бөлшегі." Айбар бұл жазуды бұрын байқамаған еді. Көзіне жас толды. Ол суреттің көшірмесін жасап, ұйымға жіберді. Ал дәл сол кеште аяулым қонақ үй бөлмесінде чемоданын ақтарып отырып, бала кезінен бері сақтап жүрген көк жіпті көрді. Ол әлі күнге дейін кішкентай қобдишада сақталыпты. Жіпті алақанына қойып отырып, баяу ғана сыбырлады: "Аға, егер сен бар болсаң, мен сені міндетті түрде табамын." Ол бұл сөздерді айтқанда, екеуінің арасындағы қашықтық бұрынғыдан әлдеқайда қысқарғанын білмейтін. Тағдыр олардың жолын енді ғана бір нүктеге қарай жетелеп келе жатты. Қазақстанға келгеніне бір апта болған. Аяулым күн сайын әртүрлі мекемелердің табалдырығын тоздырды. Архив, халыққа қызмет көрсету орталығы, балалар құқықтарын қорғау бөлімі, ескі асырап алу қормен байланысы болған адамдар. Бірінен соң бірі есіктер ашылды, бірақ нақты жауап ешкімде жоқ. Кейбір құжаттар жоғалған, кейбірі заң бойынша құпия сақталған. Ал кейбір қызметкерлер бұл оқиғаға қатысы бар адамдардың әлде қашан зейнетке шыққанын айтты. Сонда да аяулым кері қайтпады. Өйткені бұл жолы ол бұрынғыдай кішкентай қыз емес еді. Өмір оған күте білуді де, күресе білуді де үйреткен. Бір күні бұрынғы әлеуметтік қызметкердің үйіне баруға мүмкіндік туды.
Жасы 70-тен асқан әжей есікті өзі ашты. Сен сол кішкентай қызсың ба? Аяулым тамырқап қалды. Мені танисыз ба? Әжей күлімсіреді. Толық есінде жоқсың, бірақ көзің өзгермепті. Екеуі ұзақ отырып әңгімелесті. Шай үстінде әжей кенет орнынан тұрып, ескі сандықтың ішінен қоңыр конверт алып шықты. Мұны неге сақтап жүргенімді өзім де білмеймін. Конверттің ішінде бірнеше фотосурет болды. Аяулым бір суретті көргенде демі ішіне тартылды. Онда жетімдер үйінің ауласында екі бала отыр. Бала қарындасының аяғына жыртылған аяқ киімді кигізіп жатыр. Ал қыз күлімдеп оған қарап отыр. Бұл... Иә, сендерсіңдер. Аяулым суретті кеудесіне қысып үнсіз жылады. Ағам. Сол күні әжей тағы бір маңызды нәрсені айтты. Сендерді ешкім әдейі айырған жоқ. Шетелдік отбасы екеуіңді бірге асырап алғысы келген. Аяулым таңырқай қарады. Онда неге? Сол кезде заң талаптары өзгеріп кеткен. Ағамның құжаттарында шешілмеген мәселе болған. Сондықтан уақыт жоғалтпай сені ғана алып кеткен. Бұл сөздер аяулымның жүрегіне ауыр тиді. Ол осы уақытқа дейін ағасы өзін тастап кеткен шығар деп іштей қорқатын. Енді бәрінің тағдырдың қатал шешімі екенін түсінді. Ал Айбардың іздеуде нәтиже бере бастады. Халықаралық іздеу ұйымы хабарласып, жақсы жаңалық айтты. Біз сіз іздеп жүрген адамның қазіргі тұрған елін нақтыладық. Бірақ заң бойынша толық мәліметті бірден бере алмаймыз. Ең алдымен екі тараптың да келісімі қажет. Айбар орнынан атып тұрды. Ол тірі ме? Телефонның ар жағындағы әйел жымиып жауап берді. Иә, ол да сізді іздеп жүр. Осы сөзді естіген сәтте Айбардың көзінен жас ыршып кетті. 25 жыл бойы ішінде қатып қалған мұз бір сәтте еріп кеткендей болды. 2 күннен кейін халықаралық ұйымның Алматыдағы кеңсесінде онлайн кездесу ұйымдастырылды. Бөлменің ортасында үлкен экран тұр. Қызметкерлер соңғы дайындықтарын жасап жүр. Айбар есік алдында ұзақ тұрды. Қолдары дірілдеп кеткен. Кіріңіз, деді қызметкер. Ол жайлап ішке енді. Ал дәл сол уақытта басқа бөлмеде аяулым да экранға қарап отыр еді. Жүрегі қатты соғып тұр. Егер ол мені танымаса ше? Егер мені кешірмесе ше? Қызметкер жылы жымиып, қорықпаңыз. Ол да дәл қазір сіз сияқты толқып отыр. Экран қосыларға бірнеше секунд қалғанда электр жарығы кенет сөніп қалды. Бөлме қараңғыланып кетті. Қызметкерлер абыр-сабыр болып кетті. Жүйе істен шықты. Интернет те үзілді. Кездесуді кейінге қалдыруға тура келді. Айбар үнсіз орындыққа отырып қалды. Осы сәтті ширек ғасыр күткен еді. Ал ол тағы да кейінге шегерілді. Келесі таңертең ұйым қызметкерлері қуанышты хабар жеткізді. Барлық мәселе шешілді. Ертең кездесуді онлайн емес, бетпе-бет өткіземіз. Аяулым Қазақстаннан әлі кетпеген. Ол да осыған келісім берді. Айбар сене алмады. Яғни... Иә, ертең сіздер 25 жылдан кейін алғаш рет бір-біріңізді тірдей көресіздер. Сол түні Айбар да, аяулым да ұйықтай алмады. Бірі ескі фотосуретті қайта-қайта қарап шықты. Бірі бала күннен сақтап жүрген көк жіпті алақанына қысып жатты. Екеуінің де көкейінде бір ғана сұрақ болды. 25 жыл өткен соң, біз бір-бірімізді бірден тани аламыз ба? Оның жауабын тағдыр ертең беруге дайын тұрған еді. Таң бұрынғысынан ерекше атты. Екеуі үшін де бұл күн 25 жыл бойы күткен күн еді. Айбар түнде мүлде ұйықтамады. Таңғы 5-те орнынан тұрды. Шкафын ашып, жалғыз ғана су жама көйлегін киді. Айна алдында ұзақ тұрды. Самайына ақ түсе бастағанын енді ғана байқағандай. Өзіне емес, қарындасына қандай болып көрінетініне алаңдап тұр. Мені таныр ма екен? Аяулымда таң атпай оянды. Қонақ үй терезесін ашып, Алматының таңғы самалын ұзақ жұтып тұрды. Бұл қала оған бейтаныс болса да, жүрегіне өте жақын еді. Кешке чемодан жинап отырып, ең түбінен кішкентай көк жіпті тауып алған. Соны бүгін білегіне қайта тағып алды. Айнадағы бейнесіне қарап, «Аға, мен келдім», деді сыбырлап. Кездесу халықаралық іздеу ұйымының шағын залында өтетін болды. Журналистер шақырылған жоқ, камералар да жоқ. Бұл тек екі бауырдың кездесуі болу керек еді. Бөлменің ортасында екі орындық қойылған.
Қабырғада ешқандай жазу жоқ, тек үнсіздік. Алдымен Айбар келді. Қолында ескі қағаз конверт. Ішінде бала күнгі жалғыз фото сурет. Екінші қолында жыртылған ақ қоян ойыншығы. 25 жыл бойы оны ешқайда тастамаған. Қанша рет көшуге тура келсе де, қоян әрдайым өзімен бірге жүрді. Өйткені ол қарындасынан қалған соңғы естелік еді. Бірнеше минуттан кейін есік жайлап ашылды. Аяулым ішке кірді. Екеуінің арасы 10 қадам. Бірақ сол 10 қадам 25 жылдай ұзақ көрінді. Айбар көз алмай қарап тұр. Кішкентай 3 жасар қыздың орнына бой жеткен әйел тұр. Ал аяулым қарсысындағы адамның жүзіне үнсіз үмілді. Самайындағы ақ шаш, еңбектен қатайған қолдар, шаршаңқы жанар. Бірақ көздері, сол баяғы мейірімді көздер. Кенет екеуі де бір мезетте сыбырлап айтты. Аға, аяу. Сол сәтте арадағы барлық қашықтық жоғалды. Аяулым жүгіріп барып ағасын құшақтады. Айбар қарындасын бауырына қысты. Екеуі де ештеңе айта алмады. Кек үнсіз жылады. 25 жыл бойы жиналған сағыныш көз жасына айналып төгілді. Бөлмеде отырған қызметкерлердің ешқайсысы көз жасын жасыра алмады. Бірақ ешкім олардың тыныштығын бұзған жоқ. Бұл үнсіздік сөзден де ауыр еді. Бірнеше минут өткен соң ғана аяулым ағасының жүзін екі алақанмен ұстап, «Сен шынымен менің ағағамсың. Мен сені өмір бойы іздедім». Айбар басын изеді. «Мен де. Бір күнім сені ойламай өткен емес». Айбар қолындағы ақ қоянды шығарды. «Мынаны таныдың ба?» Аяулым ойыншықты көргенде дені тарылып кетті. Оны құшағына қысып, «Мен мұны жоғалтып алдым деп ойлағанмын». «Жоқ, сен көлікке мінгенде түсіріп алғансың. Содан бері менде сақтаулы болды». Аяулым еңіреп жылап жіберді. Сосын білегіндегі көк жіпті көрсетті. «Мынаны шешкен емеспін». Айбар жіпті көріп, көзіне тағы жас алды. «Сен сақтап қалыпсың. Сен байлап бергенсің. Жүрегім арқылы табам дегенің есімде жоқ. Бірақ бұл жіпті ешқашан тастағым келмеді». Айбар үнсіз жымиып, «Демек, жүрек жолды ұмытпайды екен». Екеуі бірнеше сағат бойы сөйлесті. Балалық шақ, жетімдер үйі, анасының орамалы, қысқы түндер, бір үзім нанды бөліскен күндер, айырылған сәт. Әр естелік айтылған сайын көз жасы қайта төгілді. Кешке қарай аяулым асырап алған ата-анасын Айбармен таныстырды. Шетелдік анасы Айбарға жақындап, «Мені кешіріңіз. Біз сізді алып кете алмағанымыз үшін өмір бойы өкіндік». Айбар оның қолын қысып, «Сізден кешірім сұрайтын ештеңе жоқ. Сіз менің қарындасымды жалғыз қалдырмадыңыз. Оны жақсы адам етіп өсірдіңіз. Сол үшін рахмет». Әйел көз жасына ерік берді. Кетер кезде Айбар қалтасынан анасының сарғайған суретін алып шықты. «Бұл бізде қалған жалғыз сурет. Енді ол екеумізге ортақ». Аяулым суретті жүрегіне қысты. «Енді ешқашан айырылмаймыз, аға». «Ешқашан». Айбар қарындасының қолынан ұстады. «25 жыл бұрын саған берген уәдемді бүгін орындадым. Мен сені таптым». Аяулым күлімдеп көз жасын сүртті. «Ал мен ағамды қайта таптым». Адамды байлық бақытты етпеуі мүмкін. Даңқта жүректегі сағынышты баса алмайды. Бірақ туған хан адамның аман екенін білу өмірдегі ең үлкен сый. 25 жыл бұрын тағдыр екі бауырды екі елге айырған еді. Бірақ араға қанша жыл, қанша шақырым түссе де, бауырлық сезімді өшіре алмады. Өйткені шынайы туыстық қанмен ғана емес, жүрекпен байланысады. Ал жүрек ешқашан өз адамын ұмытпайды.